ойладым. Ол бала аяқты айқастырмайды, қыз бала аяғын жинап отырады. Жақты таянуға да болмайды. Аяқты айқастырса, жақты таянса не болады? Тәңірі тағала әбілет пен тәбілетті жер бетінен мекен беріп, осы жерде тіршілік етіңдер дейді. Олар о баста періште болып жаратылғаннан нәсілдері еркек те әйел де емес еді. Екеуі аяқтарын айқастырса әйелге, талтайтып отырса еркекке айналады екен. Ер адамға аяғын айқастыру жараспайды, ал қыз балаға аяғын талтайтуға осылай тыйым салыныпты. Екеуі жамандық шақыратын кезде жағын қолымен таянып ойланады екен. Осыдан бастап жақты таянуға болмайды деген тыйым пайда болыпты.